Мен Досымбек Слан Оразалы Жұмабеков атындағы Терек мектебінің 3-ші А сынып оқушысымын. 9 мамыр ұлы жеңіс күніне орай сіздерге өзімнің атам Сүлеев Далбай туралы айтқым келеді. Менің атам 1921 жылы дүниеге келген. 1942 жылы 12 наурыз әскер қатарына алынды. 1942 жылы Сталининград түбінде қорғаныс ұрысына қатысады. Атам ұлы отан соғысында пулеметчик болып жаулармен шайқасып жеңіспен оралған. Оның отан алдындағы еңбек үшін көптеген медальдармен марапатталды. Соғыстан кейінгі жылдары атам білім беру саласында көп жылдар бойы қызмет етті. Сұрапыл соғыстан аман келіп шәкірт тәрбиелеген Далбай атаммен мен мақтанамын. Мәңгі шықпас ел есінен жеңістің көрем бейнесін мен. Орденге толы, медальға толы аталардың кеудесі.